Сәлем достар, Python негіздері курсының 7-ші сабағына қош келдің. Бүгін біз сөздіктер деген тақырып, яғни dict типін толық үйренетін боламыз. Яғни бізде оған элемент қосу, элементті өзгерту, жою, сонымен қатар dictке қатысты пайдалы методтар үйренетін боламыз. Жалпы осылар қамтылатын болады. Ендеше бастайық. Жалпы бізде dict дегеніміз не? Dict бізде кілт және мәннен тұратын деректер сақтайтын орын. Мысал үшін бізде тізімдерде бір ішіндегі элементтеріне қол жеткізу үшін біз оның индексі арқылы кіріп қол жеткізетін едік. Мысалы менде жай ғана A деген лист болатын болса, ішінде бір және бір екі элемент бар да. Мен тұрамын да print A-ның мысалы индекс арқылы міне 0-ші индексін шығарып бер деген сияқты зат айтсам қол жеткізетін едім. Ал dict бізде керісінше жоқ. Dict бізде соған ұқсас, бірақ бізде кілт арқылы оның мәніне қол жеткіземіз. Мысалы үшін кілт арқылы оны қол жеткізетін боламыз. Мысалы қарапайым dictті құруды көрсетейін. Бізде жай ғана country деген не болсын, бізде айнымалы болсын, ол бізде dict, бізде яғни сөздік, оны біз ережекшемен ашатын боламыз, және бізде dict деген функциямен де ашатын боламыз. Қазір оны үйрететін болам. Бізде осындай country деген бізде сөздік пайда болды. Біз оған кілт берейік. Кілті мысал үшін бізде жай ғана сөз ретінде бірінші тұрған бізде код, яғни бізде кілті, ал кілттің мәні бізде keyword болсын. Тұрамызда бізде тағы кілт берейік. Кілті бізде name, name'нің мәні бізде Қазақстан болсын. Айтпақшының арасын болайық. Айтпақшы бұлайдан өтір қою керек. Әр кілт мән сайын. Қазақстан өтір тағы да мен не істесем болады. Мысал үшін population. Так, population миллион не есептейтін болсын. Бізде Қазақстанда мысалы примерно бір 20 миллион бар деп ойлайық та. Міне мұнда бізде код, name, population, миллион деген бізде кілт кетен, яғни ал мына keyword, Қазақстан және 20 дегендер бізде мәндеріне тен. Мысалы мен print country дейсін соң. Маған мына кілт мәндерімен қосып шығарып берді. Тағы да бізде dict құрудың тағы бір тәсілі, мысалы менде car деген айнымалы болсын. Мен тұрамда dict деген функция қолданамын. Dictті қолданамын. Так. Dict деген функцияны қолданамын. Мен не істеймін? Мен мән беремін. Car'дың менде аты қандай болсын? Мысалы car'дың аты жоқ. Бірінші бренд ұстайын. Car'дың менде Car'дың бренді, жай ғана бренд кен деймін да, брендін жазамын. Мысалы Camry. Тұрамда, үзір қайтарамда келесі. Жылы менде 2025 салайын. Тұрамдағыны color, яғни түсі. Color менде ақ түс болсын. Мысал үшін. Мен мұнда print car дейтін болсам, маған card'ы да dictпен шығарып береді міне. Бізде бренд Camry, бізде жылы 2025, color бізде white. Ескеретін жайт, бізде кілт ретінде бізде тізім яғни list бола алмайды, және dict'тің өзі, яғни сөздіктің өзіне кілт бола алмайды. Осыны ескеру керек. Онда жерде қате болады. Жақсы, енді біз сөздікті оқуды қарастырайық. Ол үшін біз жай ғана, мысал үшін мен мұна keyword деген мәнді алғым келеді, немесе Қазақстан деген мәнді алғым келеді. Мен тұрамда жай ғана print деймін, мына country деген dictті ашамын, оның ішіндегі маған мен кілтін жазғым керек. Мысалы Қазақстанда алғым келетін болса, мен оның кілтін name жазамын ерге. Кілтін name. Маған міне
Қазақстан деген country'дің ішіндегі name деген кілттің мәнін шығарып берді. Яғни кілт арқылы мен оның мәнін аламын. Және бізде тағы да get деген функция бар. Яғни бізде жай ғана біз get жоқ, біз country точка get дейміз да, get'тің мәнін жазамыз. Get'ке бізде мысалы кім керек? Маған мысалы оны country'дің ішінде код деген кілттің мәні керек. Кезіп шықты. Ал егер мен код деген, то есть кілттер ішінде жоқ болса, яғни менде get'ке мен жоқ мәнін енгізетін болсам, мысалы үшін не жоқ? Мысалы код бар, name бар, population бар, national. Яғни олто менде жоқ. Олто жоқ болса, маған non қайтарады, яғни пустой қайтарады. Ал мен если print арқылы жазатын болсам, то есть get арқылы get қолданбай national жазатын болсам, маған ошибка шығады. Яғни сенде national деген жерде андай кілт жоқ, сен сондықтан бұлай жасай алмайсың дейді. Сонда қате шықпау үшін бізде getпен жұмыс істеген ыңғайлы. Ал егер если бізде national деген жоқ дедім ғой, жоқ болып қалды, бірақ бізде оның дефолтный мән бере аламыз, яғни бастапқы мән бере аламыз. Яғни бізде кілт бар, кілттің өзі де жоқ, оның мәні де жоқ. Бірақ бізде кез келген жағдайда сонда еткен кезде оның бастапқы мәні осындай болу керек деп айта аламыз. Мысалы national бізде қазақ. Міне, менде national деген кілт жоқ ғой. То есть кілт жоқ, оның мәні де жоқ, бірақ менде дефолтный мән қазақ үшін қазақ болды. Сол жаза аламын. Мысалы тағы да country бізде get дейміз да, бізге мысалы валютасы currency, бізде валютасы бізде non болады, и бізде валюта бізде кім болу керек? КЗТ болу керек, теңге, яғни қазақ теңгесі. Міне, менде мысалы national деген жоқ, national менде non, ал мен currency деген тоже жоқ, бірақ мен оның дефолт мәнін KZ деп қойдым, яғни менде KZ деп шығарып берді. Жақсы, бұл түсінікті деп ойлаймын. Тағы біз енді бүйтейік, қосу және бір өзгертуді үйренейік. Мысалы үшін мен мына жерге мына national және currency деген заттарды қосқым келіп жатыр. Мен жай ғана бүйтемін. Country деймін да, оған кімді қосамын? Countryға мен national қосайын. Жоқ, давайте currency қосайын. Яғни валютасын қосайын. Валютасы менде неге тең болсын? Валютасы менде КЗТ-ға тең болсын. Есінде қараңдар, егер мен мұнда жоқ мәнді жазып оны теңестіретін болсам, бұл менде то есть қосылып кетеді, то есть жаңа мән ретінде қосылады. Ал если менде currency деген бұрыннан бар болатын болса, оның мәні тек қана жаңарады. Мысалы print енді country дейтін болсам, мұнда что-то ошибка. Міне, қарасыңдар, мұнда енді қараңдар. Міне, мұнда currency деген, то есть валютасы жоқ, мен істедім. Мен бұған жаңа мән қостым. Яғни country currency деген жаңа кілт создать етесің, и оған мәнді қосасың. Ал если менде name деген нәрсем, то есть давайте population менде 20 миллион емес, 20-да 1 миллион болды, то есть 20-да 1 миллион болды дей салайын. Ал осы кезде мен жаңадан енгізген мәнім жаңарады. Бұл сақталып тұра берсін. Ctrl-ды, мұнда мен population менде бұлай жаңарсын. 20-да 1 миллион болып жаңарсын. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мұнда population 20-да 1 болып жаңарды. Яғни бар элемент жаңарады мәні, ал жоқ элемент бұл қосылады. Тағы да тура осындай бірақ функция түрінде жазуға болады. Мысалы үшін country.update деген функциясы бар өзінің, яғни жаңарт деген нәрсесі бар. И маған кімді жаңартуым керексің? Мысалы үшін маған код дегенді сен жаңартасың. Каз қыл.
үй турасында тағы бір элемент қосасың. Регион, яғни регион қай жерде? Централ Азия болсын. Централ Азия. Міне, мен тұрдым да update деген функцияны іске қостым. Ол действительно код деген мынаны алады, кілтті алады да, оның мәнін жаңартады. Және регион келеді дағаны, регион менде мұнда жоқ. Оны жаңа элемент ретінде қосады да, Central Asia деп қойып қояды. Ал үшін print country деген соң тоже. Міне, менде код қатып жаңарды, және номер солы қалып тұр. И мұнда регион мұнда келді. Регион менде Central Asia болып қосылды. Яғни бізде апдейт пенен жаңартып немесе бір сөздікті қосу әлде қайда ыңғайлышы, чем мынаға қарағанда. Жақсы, енді біз жою тәсілдерін үйренейік. Бізде жою тәсілдері, бізде pop деген функция бар, және бізде pop item, сосын clear бар. Болды. Осы үш функция бар, жоюға арналған. Ал тексеріп көрейік. Көрсетейін. Мысалы үшін біз жойылған элементті сақтайтын бір айнымалы ашайын. Remove it, мысалы. Remove, яғни жойылып кеткен элемент деген мағынада. И кімді жояды? Мына country'дің ішінен pop жоясын, оған мән береміз. Мән кімді жойсын маған? Мына регион деген менде қазір ғана сазат етілді ғой. Осы регионды жойып тастасын, егерде. Если бізде регион деген ішінде жоқ болса, яғни жойылып кеткен болатын болса, бізге ол non қайтарады, яғни пустой. Әшейін non деген нәрсе қайтарады, дефолтный мән. И тұрамда мен print, мысал үшін жойылған нәрсе, мысалы remove it, менде жойылды. Кім жойылды? Remove it менде жойылды. Қарайық. Мұнда менде мыналарды, мынаны есе салайын, комментке ала салайын. Мынаға керек емес. Қарайық, бізде мынандай соңғы біздің кестеміз, сөздігіміз былай болды, яғни код, name бар, ішінде population бар, currency бар и region бар. И келеді да бізде регион бар. Ол remove деген айнымалы сақтады. Кімді? Жойып тастаған элементті сақтап алды өзіне. Ол регион деген жойып тастады, яғни регион элементі Central Asia деген, Central Азия. И осыны сақтап алады өзіне. И print, біз осыны шығарамыз, яғни бізде remove деген мәніміз, яғни жойылған мән бізде Central Asia. Міне. Ал если мен мұна Central Asia'ны мен мұнда қоспай тұрып, мысалы мен қоспай тұрмын да, комментқа қосылайын. Менде қараңдар, код деген мұндай қазы өзгермейді, және region деген болмайды. Демек менде қазір region деген мұнда жоқ, и маған non қайтаратын болады. Remove просто non, region жоқ. Бұл түсінікті деп ойлаймын. Жақсы, енді бізде pop item деген бар. Ол бізде ең соңғы кірген элементті жойып тастайды, яғни соңғы элементті ғана жояды. Мысал үшін бізде бүйтейік. Last pair дейсілайын, яғни соңғы жұп деген мағына. И маған country.pop item жойып тастайды өзі соңғы элементті. И мен тұрамда print жай ғана last мысалы pair кім болды менде? Менде мысалы last pairға тең болсын ол. Яғни соңғы жойған элементті last pair деген айнымалын сақтайды. И маған осы last pair элемент маған шарт береді. Менде соңғы жұп менде currency KZ болды. Неге? Region Central Asia болған жоқ. Себебі бұлай. Бірнеше келді бізде. Кестеміз осылай, то есть сөздігіміз осылай құрылды. И мен тұрдымда мұнда негізі соңында region тұр. Регион тұр. И тұратта remove pop арқылы біз регионды жойып тастадық мұнаны. Енді бұл қазір бізде жоқ. Біздің сөздігіміз осылардан ғана құралған болып тұр. Ал pop item келеді дағаны, соңғы элемент жойып тастайды. Ол бізде, яғни дәл қазір бізде соңғы элемент, яғни валюта KZ болып тұр, KZ болып тұр.
И бізге осы соңғы элементті шақырып берді, яғни бізде currency кездесті деп тұр. Мысалы үшін мен print country шығаратын болсам, менде уже ол мынау элемент жоқ болып кетті, яғни соңғы элемент жойылып кетті. Мысалы мен remove пен мынаны жоймай тұрайын бірінші. Remove жоймай тұрған кезде менде remove қазір аман қалып тұрады. Ал бірақ мынау соңғы элемент бізде remove болғандықтан бұл по-любому регион жойып тастайды. Міне бізде мұндай мына remove пен мына регион жоймадым, бірақ соңғы элемент бізде регион қайтадан регион болып тұр. И мына last pop item келеді да соңғы элементті жойып тастайды. Бізде жойғаны мысалы мына регион Central Asia деп тұр. И бізде currency аман қалды деген сияқты. Осындай бір нюанстар бар, қызық жағдайлар. Және бізде мына clear деген функция бар, яғни бізде полын тазалап тастайды. Просто country.clear. Ішін толығын тазалап тастайды деген, іші пустой болып қалады. Print, мысалы country дейтін болсам, менде уже пустой іші, дикті міне, соңғы элемент пустой. Жақсы, бұл жою амалдары өзгерту, қосу дегендер түсінікті деп ойлаймын. Ал енді тағы бір нәрсе үйренейік. Мысалы менде, то есть мен сөздіктің ішін былай жүгіріп шыққым келеді. Мысалы форменің ішін бәрін былай оқып жүгіріп шыққым келеді. Ол үшін не істеймін? Мысалы менде жай ғана мынандай бір сөздік болсын, студент деген сөздік. Ол жерде кім бар бізде? Бір студенттің деректері бар. Яғни аты Дина, жасы 17, оның GPA-ы 3.85 болсын да. Жақсы өткен онда. Мысалы үшін мен сөздіктің ішін былай жүгіріп шыққым келеді. Ішіндегі элементтерін, кілттерін, value'сын, сосын item деген сияқты. Тағы түсіндірем. Ол үшін не істейміз? Мысалы for I in students деп мен жүгіре аламын. И тұрамын да, I не кілттерге тең болады, яғни name-ға, age-ға, GPA-ға тең болып шығып тұрады, яғни көрсетейін. Print менде мысалы I менде K дедім ғой. Если мен бір ғана I мен жүгіретін болсам, ол маған сөздіктің кілттеріне ғана тең болып шығады I-ым. Сонда менде K name, мысалы мұны. K name болды, және K age-ға тең болды, және GPA-ға тең болды. Және мен маған кілт емес, маған мәндермен жүрген керек. Мысалы Dina деген 17 және 3.85 шығарғым келеді. Ол үшін мен не істеймін? Мен for I in деймін да, тура осы студентті жүгірем, және мұнда value деген функция бар. Яғни мәндерін жүгір. Сонда print менде value, яғни value деген менде мәні деген мағына береді. Value есе менде то есть I-ға тең болсын, тоже самое. Менде value Dina 17 және 3.85 болып тұр. Ал маған бірден кілтінде және мәнінде алғым келеді. Ондай жағдайда мен не істеймін? Мен бірден екі элементпен сөздікті жүгірем. Яғни for, менде I, давайте мен кілтті K деген әріппен белгілейін, және мәнді V деген әріппен белгілейін. Менде K және V менде жүгіреді. Кімді жүгіреді? Осы student.items деген бар. Яғни бізге то есть K бізде мынаған тең болып, сәйкесінше кілтке тең болады. Value екінші тұрған мән бізде сәйкесінше мәнге тең болады. Item деген жазатын болсам. И print деймін да. Менде K менде, то есть яғни K менде кімге тең болсын? K менде кілтке тең болады бастапқыда. И тұрамда менде value менде мәнге тең болады. Міне, менде K менде name, value менде Dina. Яғни K менде сәйкесінше кілтке тең болып шықты, V менде сәйкесінше мәнге тең болды, если item дейтін болсам. Осындай сөздіктің ішін айналып жүгіріп өтетін тәсілдер бар.